Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Қазақша лайфхактар каналына қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпаңыз. Бүгін сіздерге осындай үгілмелі қытырлақ және дәм аузынан кетпейтін вафлидің жасалу жолын көрсететін боламын. Және арасында лайфхактар да болады. Менімен бірге болыңыздар. Қытырлақ вафлидің жасалу жолы: құрамына 5 жұмыртқа, 200 грамм май, 180 грамм қант және 210 грамм илектен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ыдысымызға қантымызды салып алып, жақсылап араластырамыз, яғни ішінде қанты еруі керек. Вафлидің жақсы шығуы үшін қантты көп салып, яғни жақсы араластыруымыз керек. Келесі кезекте ерітілген сары майымды салдым. Сары майды мен ерітіп алдым шамалы, немесе бөлме температурасына қойып болған жеңіл ерітілген майды салуға болады. Майдың майлылығы маңызды емес, кез келген майды пайдалана беруге болады. Кей жағдайда сұйық майды қосуға болады. Келесі кезекте илектен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірдей салып жібермейміз, яғни бөліп саламыз. Достар, ескеретін жайт: кез келген нәрсені пісірер алдында ұнды міндетті түрде илектен өткізіп алған дұрыс. Пісіретін кезде бұл маңызды рөл атқарады. Қоспамызды дайындап болғаннан кейін осындай сұйықтықта шығады және тапамызды майлап пісіре береміз.
Достар, лайфхак ретінде піскен вафлилардың қалай дұрыс оралып керек екендігін көрсеткен болатынмын. Мені қайталап жасап көріңіздер және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет және осы рецепті бөлісуді ұмытпаңыздар.